бар. Балама келін алайын деп жатырмын. Молодец, короче, болған екен. Рахмет, рахмет. Жүр шай ішейік болмаса. Жуайық. Келін енді. Аптекада жуайық, шай ішейік Toyların toğulasın, ballar bakıtlı olsun. Mөлдір, ал. Мен бұл кешіне қамырын дегенде бір сақинамды көрген жоқсың ба? Жоқ. Мөлдір, Нойзет, үйден шықты ғой. Ал керек болсын. Мұны мен мешітке апарайын. Оқытайын, Нойзет мынау. Мөлдір. Ай, Мөлдір, сен бөлмеңнен шықпайсың ба, жата бересің ба? Адамдардың арасына араласып бір шық-шеш бөлмен бір жабылған есік ашылмай қалды ғой. Саматса. Саматса. Каждый сходит при палках. Жетіңкіремей жатыр. Бүгінен қалдырмаймын, иә. Шай бар ма? Бұл үйде шай қайнай ма? Жұмыстан келгенде бір адам шай ішетін еді. Өзің жүруің керек. Бәрі жерде өзің жүруің керек. Ана қалсын, ана қысқа. Жасашы тез-тез. Мына көйлек жап-жасын, мына көйлек не? Мұжырық. Мұжық демейсің ба? Бүктеп қоймайсың ба? Мұжақ жап-жас. Біз жап-жас кезімізде әкәзен болып келіп жүретін еді. Холодильниктің ішін қашан септің соңғы кез? Ашып берген емес па? Ыдысқа салып қой, ыдысқа. Төртінші күндер бір Құдай садақа деген болады. Көршіге жетін алып пісіріп алып келіпті. Мына күршін қала болыпты ғой. Қашан үйренесің бе? Тамақ пісіруді қашан үйренесің? Болды, жеп болдық. Сен келгелі үйдің берекеті кетті. Не уақытында тамақ жоқ бұл үйде, не уақытында шай жоқ. Мына бір құшақ кір кешеден бері жатыр. Торлы маңдайым-ай, менің маңдайым-ай, балама бір дұрыс келін де тап болмады ғой бір. Алқанып ұшатын көңіл-ай, өзгерместей көрінетін баянсыз бес күндік өмір-ай, тасқын болып Мұндай жоқ еді ғой, қыздарының айқайласпайтын еді. Не болды қыздар? Айқай, не болды жатыр? Неге айқайласып жатсыңдар? Тойға бара жатырмын. Звондағанда алып келесің да? Kızım seni gözünün altı karalıptı, sende duva var. Oğlumun damarları çıkıptı, sende de duva var. Özünü yoklat, özüne bak. Ay Müldir, Müldir ne olur? Bәзі шашып сапсың ғой. Не бәзі шашып саған? Не olur? Bismillah, bismillah. Ойбай, қайтесің? Таста мына қуыршақты. Мына қуыршаққа өзінің балаң болады әлі. Таста. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Асып-тасып төгілетін алқанып ұшатын көңіл-ай, өзгерместей көрінетін баянсыз бес күндік өмір-ай, тасқын болып тасып тұрған жастық шағалдардың аңдамай. Ya Allah Taala'm, осы оқылған аятлы күрсидің құдіретімен осы үйдегі барлық бәле-жәлені ала кет. Саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мұхаммад ва аля алихи ва сахбихи әжмаин. Жүрегіңді ластама, күмәнсіз бастама. Ya Allah, жүрегімде менің бір Алла, жүрегімде сенің бір Алла. Ya Muhammadan ya Resulallah, ne sorasam da tek sen verdin Allah, sen de sorra.